Қадірменді тыңдармандар, бұл әдеттегідей дұрыс сөйлейік бағдарламасы біздің Анар ханыммен сұхбатымыз жалғасуда. Ендігі айтар тақырыбымыз әсіре ресмилік жайлы болмақ. Анар ханым, тарқатып айтып берсеңіз. Бұл ауызша сөзде басқа жазбаша сөз сияқты екі қарым-қатынас түрінде өмір сүреді дедік қой, біреу ресми қатынаста, сосын бейресми қатынаста. Осы дегенмен де ресми қатынастағы ауызша сөздің өзінде ресмилік нормалар болғанымен бейресми қатынастың элементтері көбірек араласып жүреді. Ал ресми қатынастың жазба сөзінде, мысалы өтініш жазсаңыз, мінездеме жазсаңыз, өмірбаян жазсаңыз, осындай сияқты жазба мәтіндерде бейресми қатынастың элементтері болса да бір енді ішінара бір ілуде біреу ғана болады, ал одан артық оны көп араластыруға болмайды. Араластырса онда сіз нормадан ауытқисыз, сіз тәртіпті бұзасыз, сол саладағы тәртіпті. Ал ауызша ресми қарым-қатынаста мынау бейресми қарым-қатынастың элементтері болуы тиіс. Мысалы, бір сабағымызда осындай бір мысал келтірдік ау деймін. Мысалы, мені жұмысқа алуыңызды осыншасыншы күннен бастап, мынандай мекемеге мені жұмысқа алуыңызды сұраймын деп сіз өтініш жазасыз, Егер сіз осы өтінішіңізді ауызша білдіретін болсаңыз, оның ішінде бейресми қарым-қатынастың қолданыстары жүреді. Мысалы, сіз мекеме басшысы Бәленбаев мырзаға демейсіз. Бәленбаев мырза, мені жұмысқа алыңыз демейсіз. Сіз барған кезде ол кісіге Бәленбай мәке дейсіз, танитын адамыңыз болса әрине. Танымайтын адамыңыз болса, мысалы, Самат мырза дейсіз. Самат мырза, осы айдан бастап осы мекемеге жұмысқа тұрсам деп едім. Сондай бір орын болып жатса, мен деген осындай маман едім, ыңғайы келіп жатса деген сияқты бейресми қарым-қатынас тіліне қатысты элементтерді қолданасыз. Міне, ауызша ресми қарым-қатынастың бір ерекшелігі осында. Бірақ шектен шығып кетпейсіз. Тым шектен шығып кетсеңіз, ол күлкілі болады, немесе дөрекі болады. Ал енді әсіре ресмилік деген қандай? Әсіре ресмилік деген керісінше осындай неғұрлым жақынырақ қарым-қатынастағы ресми қарым-қатынасты, яғни субординация сақтайтын кездегі тілдік бірліктерді қолдану. Әсіре ресмилікте жатады. Бір мысал келтіре кетсек, есіңізде болса, осы Ресейдің киносы бар, Никулин ойнайтын. Сол жерде мынандай бір күлкілі, бәріміз күлеміз, сол жаңа ұрлық жасауға келіп тұр. Сол жерде дәретхананың қайда екенін айтып жібермейсіз бе дейді, сол жерде актер. Ерекше адам күлкісін шақырады. Күлкі тудырады. Дәретхананың демейді, түн ортасында олар қойманы тонайын деп жүреді де, сол қойманы күзетіп тұрған күзетшіге келіп, кешіріңізші, осы жерде орталық кітапхана қайда орналасқанын айтып жүрмейсіз ба деп сұрайды. Сонда әсіре ресмилік күлкі тудырады. Күлкі тудырудың бір амалы осы әсіре ресмилікті пайдалану. Мысалы, күнде көріп жүрген, күнде сөйлесіп жүрген әріптестерің кейде саған, құрметті Анар Мұратқызы десе, өзіңнен өзің күлесің, немесе олар сені кекетіп тұрғанын байқайсың. Әсіре ресмилік осындай. Осындай жағдаяттарға қарай тілдік құралдарды таңдау керек. Мысалы, әсіре ресмилік кейде мынау стильдік осындай бір ерекшеліктерді түсінбеген адамдардың тілінде кездесіп қалады. Мысалы, жай өмірден мысал, жақсы араласатындар, яғни отбасы мүшелері, бірі інісі, біреу әпкесі, біреу қарындасы болып, WhatsApp жүйесінде топ құрдық делге. Сол топта мен өзімнің енді басынан өткенді айтып отырмын. Бір інім, бір жай ғана ақпарат. Мысалы, бәріміз бірігіп, осындай деген туыстарымыздың үйіне пеш салып берейік. Көмектесейік бәріміз деген ақпарат, соны айту керек болған, бірақ ол былай жазылған. Құрметті менің ағайындарым, барлығымыздың да айналамызға көмектесу керек туралы ойымыз жүреді. Әсіресе біздің осындай деген ауылда тұратын ағайынымыздың үйінде пеш жоқ екен. Егер әкей біздер осындай сомадан жинап, ол кісілерге пеш салып беретін болсақ, біріншіден біз үлкен сауапқа кенелеміз. Екіншіден, біз о кісілердің өмір сүру тіршілігін жеңілдетеміз. Тура осы мазмұнда, тура осы сөйлемдермен ақпарат берілген екен бір інімнен.
осыны оқыған кезде сол группа дейміз ғой, топта отырған барлық мына ағайындарымыз бәріміз күлдіңіздер. Барлығымыз анау күлегештердің суреті бар ғой, соны жібердік түгелдеріміз. Еш қайсымыз бұл ақпаратқа шынында да осы солай екені онда сөйтейік деп жауап жазған жоқпыз. Ар жағымызда ол ой тұрды, бірақ біз күлкіні жібердік бірінші. Көрдіңіз бе? Әсіре ресмилікке осындай бір қызық мысал келтіруге болады. Көп рахмет, жақсы түсіндіріп бердіңіз. Мысалы осыны Самат сіз қалай жазар едіңіз, туыстарыңызға жазсаңыз? Бауырлар, осындай ағайынымызға қол ұшын берейік. Осылай да осылай осынша сомадан ақша жинаймыз деп. Андағыңызда сіздің ресми болып тұр. Менің өзім болмысым сондай адамда. Мен бүйтіп жазатын едім мысалы. Мен де болсам мүмкін сөйтіп жазып күлкі шақырарым едім. Мінезге байланысты шығар мүмкін. Иә, сізде әз ресмилік бар, өйткені күнделікті ресми қатынаста көбірек жүресіз ау деймін. Мысалы, оны былай жазуға болады. Ауылдағы Бәленбай деген ағам мен Бәленбай деген жеңгемнің пештері нашар екен. Соған бір дұрыс пеш салып берейік те, соны мен қарастырып қойдым қандай жолдарын. Бірақ осынша ақша керек, қане жиналайық десе болды ғой. Иә. Қысқа да нұсқа дейсіз ғой. Иә. Дұрыс. Көп рахмет, Анар ханым. Жақсы сұхбат болды. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы 2015 жыл.